Қазіргі таңда тұрғындарға әлеуметтік, құқықтық және психологиялық қолдау көрсету бағытындағы жұмыстарға ерекше көңіл бөлінуде. Осы мақсатта Сарыағаш қаласындағы Аялы Алақан және Қамқор әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында ашық есік күні ұйымдастырылды. Шара барысында зейнеткер ардагерлер құқықтық кеңес алып, әлеуметтік қолдау тетіктерімен танысып, психологиялық көмек пен жұмыспен қамту мәселелері бойынша мамандардан тегін кеңес алды. Кездесу барысында отбасын қолдау орталығының мамандары, құқық қорғау органдарының өкілдері және өзге де сала мамандары тұрғындарды жеке қабылдап, олардың өтініштері мен ұсыныстарын тыңдап, мәселенің шешу жолдарын қарастырды. Сондай-ақ Аялы Алақан және Қамқор әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының басшысы жиынның басты мақсатына тоқталды. Осында қызмет алушылардың шешіле алмай жүрген мәселелерін шешу мәселесінде осында барлығында мекеме басшыларын жинап отырмыз. Осында қазір жеке өздерінің сұрақтары болып жатыр. Құқық бұзушылықтардың алдын алу, отбасындағы болып жатырған келіспеушіліктер, тәртіптері, жас болашақтардың алдын алу. Яғни жұмыссыздықтардың үйіндегі жаңағы отбасындағы болып жатырған шешіле алмай жатырған шешімдерін табу жолы. Орталықтың зейнеткер қариялары көкейіндегі сұрақтарына жан-жақтама жауаптарын алып, ұйымдастырушыларға алғыстарын білдіруде. Мұндай кездесулер қарапайым халық пен жауапты мекемелер арасындағы өзара байланысты нығайтып, азаматтардың құқықтық, әлеуметтік және тұрмыстық мәселелерін шешуге оң ықпал етеді. Майра Сәдуақасқызы, Мирхан Бақытжанұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.